Мен өзімнің денсаулығымды қолға алғым келеді. Мен неден бастасам болады деген кісілерге екі нәрседен бастау керек болды. Ең бірінші ол D3 екен. Бірінші. Екіншісін қазір айтамын. Себебі D3 төмендеген жағдайда 50-ден төмендесе онкологиялық аурудың өршуі 60%-ға көбейеді екен. Сахарный диабет, қант диабетінің өршуі, болашақта болуы, ол да 60-70%-ға көбейеді екен. Бүкіл 300-ден астам адам ағзасында жиі кездесетін ауру сырқаулардың дамуы болашақта, ол да 60-70%-ға көбейеді екен. Түсіндіңіз бе? Сол үшін де бір D3-дің жетіспеуі адамның ағзасына қаншама проблемаларды туындатады екен. Өйткені D3 төмен деген сөз, ол ауаға кетті деген сөз. Ақшаңыз ауаға кетті, ақшаңыз унитазға кетті, ақшаңыз жерге ұшып кетті деген сөз. Неге? Төмен болса болды, сіңбейді. Қалай кірді, солай шығып кетеді екен. Түсіндіңіз бе? Сол үшін де білікті, мықты маман ең бірінші сізден дәрігерге барсаңызда, клиникаға барсаңызда, мемлекеттік клиникаға барсаңызда, бірден сізден D3-іңіз қанша, давай тексереміз деп көрсе, ол дәрігерді прямо құшақтап алғыңыз келмейді. Неге? Өйткені ол біледі. Өйткені ол білімді, өйткені ол неден бастау керек екен біліп тұр. Түсіндіңіз? Сол бір D3-дің төңірегінде қаншама көтеріп отырып, қаншама ауру сырқауларды бетін бері қайтарып тастауға болады екен. Бірақ D3-дің көлемінен. Сіздің қаншама уақытыңызды, сіздің қаншама жолыңызды, сіздің қаншама ақшаңызды экономдап тастайды. Бір D3-дің жетіспегенде баланың бойы өспейді, баланың аяғы қисаяды, тісі қисаяды, тіс құртталады, сколиоз болады, бой өспейді, дами алмайды, сүйек дамымайды екен, кальций сіңбейді деген сияқты. Түсіндіңіздер ме? Күнделікті өзінің нормасын берсеңіз, баланың бойы өседі. Ең бірінші, сүйек мықты болады, сүйек қалыпты болады. Жаңа асанкілері, аяқтары, қыз балалардың аяқтары көбінесе жетіспесе қисайып өседі екен. Түсіндіңіздер ме? Ал мықты жетісетін болса, баланың бойы еркін өсіп, жаңағыдай сүйектері түзу, сколиоз жоқ, омыртқасы қисаймаған, асанкісі бүйтіп қалмаған, нормально өседі екен. Түсіндіңіз бе? Тіс, прикустың болуы, тістің қисаюы, бәрі осы D3-дің жетіспегеннен екен. Бұл D3 қазіргі таңда ол феномен. Просто феномен деп тұрған не ол? Әр тұтынушының көңілінен өтіп, 100% нәтижесін беріп, яғни өз-өзін жарнамалайтын, өз-өзін көрсететін сондай өнім десек те болады. Бет пердесі болып кетті қазір. Осы New Wave компаниясының бет пердесі. Түсіндіңіздер?